Ассалаумағалейкум. Құрметті мен подписчиктерім. Мынау Майшай Әбенова 45-ші үйдің тұсында. Мына жол ойылып кеткен. Осыдан 3 ай бұрын облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевке және қала әкіміне жолдаған болатын мұны. Осы Майшай Әбенова көшесі жаңағы ойылып кеткен, дұрыс трамбов істемеген, үстінен асфальт тасып жіберген да. Қазіргі таңда міне автокөліктер батып кетіп жатыр. Майшай Әбенова 45 үйдің тұсы. Ешқандай нәтиже жоқ міне. Бұл бойынша жаңағы әділдік жолы бөліміне де фото жолдаған болатынбыз, және Өмірзақ Шөкеевке және қала әкіміне жолдаған болатынбыз. Қазіргі таңда көше әлі шұқыр. Енді қазіргі жаңадан келген облыс әкімі Дархан Сатыбалдыға осы видео жолданатын болады. Міне Түркістанның жолдарын көріңіз, міне. Сіздер келіп қарамайсыздар ғой бұндай көшелерді. Келіп көріңіздер, міне. Ойылып кеткен, сұмдық енді, айтамайын. Бұл әшейін бір жерін ғана доказа Майшай Әбенова басынан аяғына дейін ойылып кеткен. Автокөлік жүру мүмкін емес енді, мүлде. Міне біздің дамып жатқан Түркістан. Мына облыс әкімі Дархан осыны көрсеңіздер екен. Бұл бойынша енді қазір 109-ға жолданады, және қала әкіміне, және облыс әкіміне, және де мынау жолаушылар көлігі және автокөлік жолдар бөліміне жолданатын болады. Ортадан канализация өткен, трамбовка жоқ, трамбовка мүлде жасамаған. Және де мына жерден су өткен водоканалдың. Мұны көріңіздер, жолдың ортасын қараңыздар. Осыған бір шара қолданып, жолдарды жөнге келтірсе екен дейміз. Рахмет тыңдағандарыңызға.